Сәлем балақайлар, қалдарың қалай? Менің есімім Ақылбек. Біз Жалқаубек деген досым екеуміз жайлауға қыдырып бармақшымыз. Жалқаубек үнемі кешігіп жүреді. Мен оны күтіп тұрмын. Қане достар, бірге Жалқаубекті шақырайық. Бәріміз бірге: Жалқаубек! Жалқаубек! Ей! Жалқаубек! Сәлем, Ақылбек. Неге сонша айқайлайсыңдар? Ұйқымнан ояттыңдар ғой. Мен сені жайлауға бару үшін күтіп тұрмын ғой. Қане кеттік, тездетейік. Вау! Балалар, қараңдаршы, жайлау қандай тамаша болып тұр. Айналаға қарап, қазір жылдың қай мезгілі екенін айта аласыңдар ма? Әрине, жаз мезгілі. Жаз мезгілінің қандай ерекшеліктері болады? Айтыңдаршы. Күн ыстық болады. Біз өте жеңіл киімдер кие аламыз. Айнала жасыл желекке оранады, көбелектер шығады. Өзен көлдерде суға шомыла аламыз. Ал балалар, жаз мезгілі неше айдан тұрады, білесіңдер ме? Дұрыс, 3 айдан тұрады. Олар маусым, шілде, тамыз. Балалар, жаз мезгілі аяқталған соң қай жыл мезгілі келеді? Әрине, күз. Күз мезгілінің ерекшеліктерін кім біледі? Қане айтайық. Жапырақтар сарғаяды, күн салқындайды, адамдар жылы киімдерін кие бастайды, құстар жылы жаққа ұшып кетеді, жаңбыр көп жауады. Тамаша, қандай ақылды балалар. Ал енді күз мезгілі де 3 айдан тұрады. Олар қандай еді? Қане, бірге есімізге түсірейік. Қыркүйек, қазан, қараша. Дұрыс. Ал енді күз мезгілінен кейін қандай жыл мезгілі келеді? Әрине қыс. Қыс мезгілі де 3 айдан тұрады. Олар желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс мезгілінің қандай ерекшеліктерін айта аласыңдар балалар? Қыста қар жауады. Біз қалың киімдер киеміз, боран соғады, су бетіне мұз қатады. Бірақ қыс қанша суық болғанымен, қыс мезгілінде керемет көңілді ойындар ойнауға болады ғой, иә? Қыста қандай ойындар ойнаймыз балалар? Қар лақтырысып, ақ қала жасап, коньки теуіп, шаңғы, шана, көңілді әрі денсаулыққа пайдалы ойындар ойнай аламыз. Сондықтан да мен қыс мезгілін асыға күтудемін. Қыс мезгілінен соң қандай жыл мезгілі келеді? Әрине, көктем. Көктем мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады, балалар? Қар, мұз ериді, күн жылынады, ағаштар бүршік жарып, жапырақ жаяды. Жеміс ағаштары гүлдейді. Көктемде 3 айдан тұрады. Наурыз, сәуір, мамыр. Тамаша! Қандай ақылдысыңдар балалар. Біз Жалқаубек екеуміз жайлауға жазғы демалысымызды өткізуге, ата-әжемізге көмектесуге келдік. Біз өзімізге қызықты болу үшін ойын алаңын жасаймыз деп келістік. Жоқ, мен өзіме жеке ойын алаңын салып аламын. Кезекке тұрып ойнағанды жақсы көрмеймін. Сен өзіңе ойын алаңын өзің жасап ала бер. Мен өзіме үлкен әдемісін өзім жасап аламын. Екеуміз бірігіп бірге жасасақ, әрі тез, әрі көп ойын құрылғыларын жасар едік. Жоқ, келіспеймін. Өзіме арнап, өзім күштісін жасап алам. Ал сен араласпа. Жарайды. Ендеше өзің біл, Жалқаубек. Ақылбек дереу іске кіріседі. Ал Жалқаубек: менің қарным ашып тұр. Тәттілеп тамақ ішіп алайын. Жоқ әлде балалармен доп ойнап келсем бе екен? Жоқ, одан да ұйықтап алайын деп ұйқыға кіріседі. Ал Ақылбек еш нәрсеге алаңдамай жұмысын жасай береді. Жалқаубек болса,
кешке дейін ұйықтайды. Ұйқысынан оянса, Ақылбек ойын алаңын бітіріп алып, ойынға кірісіп кетіпті. Ақылбек, сен қандай мықтысың! Ештеңеге алаңдамай, әрдайым кез келген істі соңына дейін жеткізіп, өз мақсатыңа жетіп жүресің. Мен тағы да жалқаулыққа салындым, әр нәрсеге алаңдадым. Ақыры ештеңе тыңдырмадым. Мен де сендей болғым келеді. Ай, Жалқаубек. Бір нәрсені мақсат етіп қойсаң, соған жетуге тырысуың қажет. Ештеңеге алаңдамауың қажет. Жалқаулық ол сенің ең басты жауың. Соны жеңе білсем болғаны. Ерініп жата қалу, ойнап кету, артық ұйықтау ең оңайы. Бірақ еш жетістікке жеткізбейді. Көбірек пайдалы іспен шұғылдан. Еріншектікке берілмей, өзіңді үнемі қайрап отыру қажет. Сонда ғана жетістікке жетуге болады. Мен түсіндім. Бірлік болмай, Тірлік болмас. Сау болыңдар! Ba-dum-bum.